Сәлем, қалдарыңыз қалай? Сіздермен көріспегелі бір ай болыпты. Бір ай болды YouTube желісінде ешқандай да белсенділік танытпадым. Өйткені менің өмірімде үлкен бір өзгеріс болды. Жалпы менің көзім өте нашар көретін. -7,5 болды, -5 және де -2,5 астигматизм, және де мен жақын арада көзіме ота жасатқыздым. Сол себепті көзімнің көру қабілеті өте төмен болды. Әлі де негізі толықтай қалпына келу үшін әлі негізі 1,5 ай уақыт бар. Бірақ сонда да көзілдірік киіп сіздердің алдарыңызға бір жақсы тақырыппен келдім. Болады ғой, бір шабыттанып, өмірімді өзгертсем, байысам, көрсем, қыдырсам, өмірдің барлық жақсысының барлығын өзіме, бауырларыма бере алсам, айналамның барлығын өзгерте алсам, құндылықтарын танығым келеді, жаңа бір нәрсе бастағым келеді, жалпы өмірімде үлкен өзгерістерді қалаймын деп жүрген адамдар үшін менің каналым таптырмас бір канал деп ойлаймын. Себебі жалпы мен өзім өмірде сондай адаммын. Үнемі өзгергім келіп жүреді, үнемі бір өміріме ерекшеліктер енгізгім келіп жүреді, жаңа нәрсеге үйренгім келеді, өзімнің белгілі бір әдеттерді түзегім келеді, белгілі бір қабілеттер қосқым келеді деген секілді. Жалпы амбициям өте жоғары, энтузиазммен сондай өмір сүретін адаммын. Сол себепті менің каналымда менің оқырмандарым да сондай деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі видеода өміріңді өзгерту үшін қандай 5 нәрсеге жоқ деу керек. Мен өзім өмірімді өзгерткім келген кезде, жоқ болды деп шешім қабылдаған кезде қандай 5 нәрсеге жоқ деп айттым, сол туралы айтатын боламын. Себебі өмірімізді өзгерткіміз келсе, жаңа бір курс оқып алып байып кетудің, немесе бір наставникке барып, ол бізге бәрін туралап айтып беріп, өміріміз бірден өзгеріп кетеді деген сияқты нәрсе жоқ. Жалпы өмірің өзгеру үшін тек бұл 5 нәрсеге жоқ деуден бөлек өте көп нәрсе жасау керек. Өмірім өзгерту үшін осыдан 6 жыл бұрын шешім қабылдаған болатын. Мен негізі жастайымнан бір дамиым, сондай байым деп ойлап жүрдім. Бірақ оқығаннан кейін бәрімен қатар не деп айтады, как будто барлығымызды мен бұрын бір видео көрген едім, Жак Фреско. Сол кісі айтады, что бәрімізді инкубатор сияқты өсіріп жатыр, бәрімізді бір мектепке, бір универге, бәріміздің санамыз бірдей жұмыс жасайды, яғни бір ерекше ойланайын десең, сен қоғамнан ажырап қаласың деген сияқты. Солай мен де ерекше ойланатын адам сияқты едім, бірақ бәрімен бірге оқуға түскеннен кейін, бәрімен бірге ойланып бастадым. Сол диплом алу, жұмысқа тұру, сол барлығы қатарлы. Айлық алу, үй алуға, кредитке жинау, ипотекаға, үй алуды армандау деген сияқты бір армандарымның бәрі қалыпты болып кетті ма. Сөйтіп тұрмысқа шыққаннан кейін менде сондай бір енді бала көтердім. Сол кезде менде бір период басталды. Жоқ, мен қайда бара жатырмын, менің өмірім не болып бара жатыр. Мен сонда болды, бала туам, үйде отырамын, ары қарай декрет, пособие, реально мен осылай өмір сүремін ба деген сияқты өзімнің өміріме таң қалдым. Өйткені мен басқа адам едім ғой, неге мен бұндай адамға айналып бара жатырмын деген сияқты бір ауыр ойлармен өмір сүріп жүрдім. Солай балам дүниеге келгеннен кейін бір ай депрессияға ұшырадым, қатты болып. Сол кезде мен өмірімде белгілі бір нәрселерге жоқ деп айтып бастадым. Өйткені қатты сол кезде мышлениеме жұмыс, күнде дәптерге жазу, өмірімді жоспарлау деген сияқты жаңа бір әдеттер өміріме келді. Сол кезде мен жоқ деген ең бірінші нәрсе ол өзіме жаным аши беру. Өйткені қарап тұрсам бір подсознательно, просто өзім тіпті түсінбей ол нәрсенің парқына бармай, мен өзіме жаным аши береді екен. Қоя берші Мақпал, сен деген жағдай жоқ отбасынан шықтың, или сенің әкең мұндай емес, депутат емес қой, қоя берші Мақпал, сен деген Шымкентке тұрмысқа шықтың ғой, қоя берші, сен бір ай бұрын бала тудың ғой деген сияқты өзіме қатты жаным аши береді екен. Іштен кетпейді, осындай өзімді ақтап ала береді екен. Сөйтіп мен мына нәрсені бір көріп қалдым. Адамның қолынан келетін ең оңай нәрсе ол өзін ақтап алу. Тіпті адам бір ауыр қылмыс жасап сөйтіп жатқанның өзінде ол адамнан неге өйтіп жатсың деп сұрасаң, ол адамның жауабы дайын тұрады екен, автоматты түрде ол адам саған өзін ақтап жауап береді екен. Себебі осындай, мен кінәлімін, бірақ ол осындай ғой деген сияқты. Яғни мен түсіндім, бұл нәрсенің шегі жоқ. Өзіңе жаның аши беру дегеннің шегі жоқ. Сен қазір мысалы жағдайым жоқ, ойбай, балам кішкентай деп жаның ашып жатқан шығар. Ертең балам 3-те деп жаның ашиды. Кейін балам подросток деп жаның ашиды. Кейін балам үйленіп жатыр, қоя берші, үйленуге ақша керек деп жаның ашиды. Сөйтіп сен өміріңді просто өткізіп аласың деп ойладым да. Жоқ деп бұл нәрсеге стоп қойдым. Себебі мені жетістікке жеткізбей тұрған ол өзімді аяй бергенім екен ғой. Сол кезден бастап өзіме қаталырақ болған сияқтымын. Тіпті балам кішкентай болса мен түсіндім, бұл әлемде жетістік деген хоп деп сенің қолыңа алақаныңа біреу ақшаны әкеп бере салмайды екен. Сен жетістікке жету үшін белгілі бір нәрселеріңді, приоритеттеріңді ысыруды, белгілі бір нәрселерге 100% емес 50% көңіл бөлуді, солай белгілі
белгілі бір жаңағыдай өзіңдегі бар ресурсты әрбір сенің жауапкершілігіңді талап ететін нәрсеге бөліп беру керек екенсің. Яғни, мысалы, менің алдымда таңдау тұрды баламен 100% бірге болу, немесе 50%-ін беріп, 50%-ін басқа жаққа жұмсау деген секілді. Бұл жерде әр адам өзі таңдайды деп ойлаймын. Мен үшін менің таңдауым өмірімдегі ең жақсы шешім болған. Жаным аши бергенді қойып, жоқ болып кеткен жоқпын, мысалы, отбасылық өмірден. Бірақ карьерамды бастадым, солай өзімді дамытып бастадым. Осы Инстаграмда блогымды жүргіздім, сөйтіп өзіме жаным ашымаудың арқасында, өзіме сәл қаталырақ болудың арқасында өзімізге әрқайсымыз жорстче болуымыз керек деп ойлаймын да. Өтірік мягкий болып, ойбай, қоя берші деп, іштен кетпейді, бүгін емес, ертең емес, арғы күн емес дей беретін болсақ, біз қашан жетістікке жетеміз? Біздің армандарымызды қашан кім орындап береді? Бай, күйеу ма? Екінші, мен жоқ деген нәрсе, ол айналама баға беру. Мен өзімді жоқ, ойбай, мен өсекке жоқтым деп ойлайтын едім, өсекке бар екем. Және де өсекті жақсы айтады екем, адамдардың сыртынан ғайбат сөзі де айтыппын, олардың сыртынан әңгіме айтпаймын, қой, олар туралы ештеңе айтпаймын десем де деппін. Және де соның барлығын мойындағаннан кейін, өйткені кез келген мәселенің шешімі ол нәрсені мойындағаннан кейін басталады да. Мысалы, сен қашан үй аласың, когда сен үйің жоқ екенін түсінген кезде. Өйткені біз квартирада тұра береміз, анау қоя берші деп өмір сүре береміз. Андай бір иллюзия ұйымдастыра аламыз. Немесе қарызымыз көп, бірақ олардың қанша екенін де білмейміз. Өйткені ол нәрсені білетін болсақ, ауыр онымен өмір сүру. Сол себепті мен бетпе-бет келдім, түсіндім, мен адамдар туралы айтамын, я сыртынан айтамын, жаман болсын, жақсы болсын, әйтеуір айтамын, өсек деймін адамдармен бірге. Және де осы нәрсеге нақты жоқ деймін деп шештім. Қиын болатын, бірақ кейінірек осы нәрсені үнемі миымда ұстағаннан кейін, үнемі осы нәрсемен жұмыс жасағаннан кейін, адамдармен бір айтып бастағанда, өзімнің ойымды өзім деп ұстап алып, мен айтып бастадым ғой, ё-моё деген сияқты ішімде сондай бір дауыстар шығатында, сөйтіп тоқтататын, үндемей қалатын, комментарий айтпауды үйрендім. Кейінірек ондай адамдармен мүлде кездеспей тоқтадым деген сияқты. Ол деген сөз емес, мен тек ойбай дамушы ортадамын, мен тек байлармен араласып жатырмын, жетістікке жету үшін 5 адам миллионер болса, 6-шы миллионер мен боламын. Мен мүлде ондай оймен келіспеймін. Кез келген адаммен араласа аламын, тек ол адамның құндылықтары менімен сай келу керек. Яғни айналамдағы адамдар нормальный болмаса да, жақсы болмаса да, онша емес болсын, өтірікші болсын, қылмыскер болсын, мен ондай адамдарға баға беруді қойдым. Нейтральный, яғни бейтараппын. Өйткені басқаларды қоя берші, өзімді бір қарқ қылып алайыншы деп ойладым. Өйткені әлі күнге дейін, ол өміріңнің соңына дейін жалғасады екен, сен өміріңнің соңына дейін өзіңмен ғана алысуың керек екен. Өйткені Құдай саған өзіңді ғана берді, да? Жұмыс істе деп, сен денеңді берді, сен шашыңды берді, сен көзіңді берді, сен өзіңмен жұмыс істеуің керек, өзіңмен алысуың керек, өзіңнің жаман жақтарыңмен деген сияқты. Және де осы қабілет мен жаңағыдай студенттермен жұмыс жасауға қатты көмектесті. Қандай студент келсе де алдыма, например, болады ғой, мен қазір жаңағыдай Инстаграмда білім беремін, осы блог жүргізу деген нәрселерге үйретемін. Сол кезде неше түрлі адамдар келеді. Бір адамдар пассивный болуы мүмкін, бір адамдар мысалы көзіме қарап отырып өтірік айтып отыруы мүмкін. Және де ол адамдардың барлығын мен сынап, түгіні өтірікші, мен бұған үйретпеймін дейтін болсам, мен қандай мұғалім боламын? Және де осы жерде де осы бір әдет жақсы маған жақты дегім келеді, әсер етті осы жерде. Яғни білім беру процесінде де осы бір әдет жақсы жұмыс істеді. Өйткені алдыма келген адамға ешқандай баға бермей, тек өзімнің жауапкершілігімдегі, тек өзімнің қауқарымдағы нәрсені ғана атқарып бастағаннан кейін, бұл да жетістікке апаратын бір жол екенін түсіндім. Үшінші, мен жоқ деген нәрсе қалауларыма игнор жасай беруге. Тұрмысқа шыққан бір жылда мен 8 ай бойы бір көйлекті киген екенмін. Өзім артқа қарап галереямды қарасам, таң қаламын, я 2 қабат болдым, жаңа киім алғым келген жоқ па, сол көйлекпен жүре бергем Шымкентте, тем более ол кезде қазір Астанада тұрамын, ол кезде Шымкентте тұрғам, жылы болатын, сол себепті сол көйлектің сыртынан жемпір киіп, сол көйлектің астынан колгот киімді киіп, сөйтіп жүре бергем ғой. Сол көйлектен кейін қарасам, таң қаламын, мен үстіп жүріп қалай байым деп ойладым, қалай жетістікке жетемін деп, сонда өзімді бір жұпыны киіндіріп, өзіме ештеңе алып бермей байым деп ойладым ба, ақшамды экономдап деймін де. Бірақ ол кездегі бәрібір солай жасасам да өзіме алғысым шексіз, бірақ мен түсіндім, ол қателікті бұдан кейін жасамаймын деп. Яғни өзімнің қалауларыма игнор жасау, өзіме дым әпермей, өзімді есек сияқты жұмыс істетіп, ақша тауып, үй алып, соның ішінде бақытты өмір сүремін деп ойлау қате екен. Сол себепті 2022 жылы, яғни 2 жылдан кейін шешім қабылдадым. Болды, мен игнор жасамаймын, мен де өзіме қалған заттарымды аламын деп, ол мені кедей етіп жіберген жоқ, экономдамай бір қымбат киімдер, қымбат сумкалар алғаным үшін кедей болып кеткен жоқпын. Керісінше, бұл деген сөз емес та, қалтамдағы
ақшадан көп бір бар болып көріну үшін алған жоқпын. Үнемі қалтама сай киіндім, қалтама сай заттар алдым. Яғни болады ғой, мысалы миллион тауып атсаң да бір 5000 теңгелік бір нәрсе киіп жүре беруге де болады. Бірақ миллион тауып атсаң да қалтаңа сай киінуге де болады да, мысалы. Сол сияқты осы нәрсеге үйрендім. Яғни қалауларыма игнор жасай беруге. Кейде мысалы тупой покупкалар алам. Неге? Өйткені ол мені бақытты ететінін білемін. Үнемі осындай сұрақ қоямын, бір киімді алар кезде, мысалы, мына нәрсені мен басқаларға бағалану үшін алып жатырмын ба, или өзім шынымен қалағаным үшін алып жатырмын ба, әлде жоқ бұл нәрсе тупой нәрсе, бірақ мен түсініп тұрмын ба, менің состоянием жақсартатынына деген сияқты көп сұрақтар қойып, солай аламын. Жалпы кез келген покупканы мен ұзақ ойланып, жаңағыдай 7 рет өлшеп, 1 рет кес деп сөйтіп алатын адаммын. Кейде адамдар таң қалады маған, тіпті балаларыма дейін куртканы, етікті бәрін сөйтіп 2 айдың ішінде түгендеп бітемін. Яғни біреулер бар, бір күнде бәрін алып келеді ғой. Мен олай емес, үнемі ойланып, саралап, сөйтіп аламын. Мен 4-ші жоқ деген нәрсе ол кейінге қалдыра беру. Біздің ата-анамыз сондай еді, менің ата-анам сондай еді. Мысалы, мамамның арқасынан келген төсектер, тіпті біз 5-6 сынып оқып жүрсек те, жаңағыдай жиналып тұратын. Жаңа төсектер деп, ол қонақ келген кезде қонақтар ғана отырады. Немесе бір көйлектер болатын үйде. Ол нәрсені тек қыдырғанда ғана киетінбіз. Қыдырған ол 8 март, 9 май деген сияқты белгілі бір мерекелер ғана. Және де сол нәрсенің бір остатықтары менде қалып кеткен. И мен көбінесе жаңағындай белгілі бір көйлектер менде тұрады да, мен тойда киемін деген сияқты отношение жасайды екенмін. Бірақ ол нәрселердің барлығына жоқ дедім. Менде қазір система біздің үйде мүлде бөлек. Мысалы, мен сыртта киіп жүрген джинсымен, тоже үйде сондай джинсылармен жүре аламын. Білмеймін, бұрындары біз ондай нәрсені кинода, бір турецкий сериалдардан көретін едік. Неге енгізбеске өміріме деп ойладым. Неге сериалдарда ғана болу керек? Неге менің үйімде болмау керек? Не үшін? Бұл нәрсе қайдан келді? Бұл правилаларды менің үйіме кім енгізді? Бұл менің үйім, менің отбасым, менің еркіндігім болу керек қой бұл жерде деп ойладым да. Сондан бастап мен кейінге қалдыруды қойдым. Балам өссін, сосын, анау бүйтсін, сосын, Инстаграм 100 мыңға, миллионға жетсін, сосын барып өзім историямды айтам. Просмотрым өссін, сосын өстем деген сияқты. Курсым немесе өте көп курсымның ішінде 1000 адам болсын, сосын барып сервисін күшті қылам. Оған дейін онша емес сабақтарды түсіріп қояйын деген сияқты ойлардан бас тарттым. Автоматом солай ойланып кете береді екен. Сөйтіп сол нәрседен бас тартқалы бері бүгінгі күнмен бақытты болуды үйренген сияқтымын. Өйткені бізге үнемі кажется, что ертең бақытты боламыз. Ертең біз тағы бір әдемі үй, тағы бір әдемі машина, тағы бір бұдан да күшті ел, бұдан да күшті очки, бұдан да күшті кофта киген кезде бақытты болатын сияқты боламыз. Бірақ бақытты болуды кейінге қалдырудың қажеті жоқ. Бүгінде бақытты болуға болады барыңмен. Бірақ барыңмен бақытты болу деген өтірік қанағат деген әдемі сөздің астына жасырынып, ерініп, барыңмен базар болып отыра беру емес. Жақсыны қалайсың ба, оған ұмтылып, бірақ бақытты бола отырып, осы бар нәрсеге көңілің тола отырып алға жылжу екен. Және де мен жоқ деген 5-ші нәрсе ол бос қиялдана беру. Бос қиялдана береді екен ғой. 100 мақсат жаз деген сияқты нәрселер жазып жүре берген ғой. Мысалы, университетте оқыған кезде мен байлық туралы, ақша туралы өте көп кітап оқығам. Өте көп хит кітаптардың бәрін оқитын, Google-ға жазатын топ-5 лучших книг, ең көп просмотр жинаған бір нәрсе, ең көп оқылған тираж, бестселлер, анау-мынау, мынаның кітабы деп бәрін оқып, бүкіл жаңағыдай сондай YouTube-дағы бір байлардың видеосын тауып алып, оларды көріп деген сияқты бір қарным тоймайтын. Бірақ та бос қиялдана береді екен да, менде болатын шығар деген сияқты бір нақтылық жоқ миымда. Түсіндім, менің миымда нақтылық жоқ. Содан бері мен өміріме жазу деген техниканы енгіздім. Техника дейтіндей, ойбай деген техника емес, жай жазам ғой, былайша айтқанда. Өмірімде хаос болып жатыр ма? Мысалы, осы YouTube-та көп бөліскем, өмірімде хаос болып жатса қалай жазам, бір айымды жоспарлау үшін қалай жазам, алдыма бір белгілі бір үлкен бір мақсат, үй алу, көлік алу деген сияқты мақсат болған кезде қалай жазам, бәрін бөліскем. Бөліскен болғанда ол нәрсенің барлығы оп-оңай формула. Мысалы, қалайтын суммамды жазам, қалай табуым керек оны, қанша табуым керек, ол үшін не істеуім керек, ол үшін қандай әдеттерден бас тартуым керек, қандай әдеттерді қосуым керек деген сияқты белгілі бір формулалар оп-оңай логикалық тұрғыда. Солай бос қиялдана бермей, нақтылап, әрбір қалауымды, әрбір мақсатыма жетудің жолын, әрбір айымды, әрбір аптамды жоспарлап бастадым. Яғни жоспарлы өмір сүретін болдым. Өйткені бұрындары мен группаласым маған тайм менеджмент деген кітапты көрсеткен кезде мен бұл маған ауыр деп ойлағам. Өйткені мен дисциплина деген мен үшін бір таңертең 6-та тұрып, 6-15 кеткенде бүйтіп, 7-те үйстіп, түскі 3-те ұйықтап,
төртте тұрып төртте тамақ жеп осындай болып көрінетін да, бір творчествоға уақыт жоқ сияқты. Ал маған сондай бір бос кеңістіктер ұнайтын. Қазір менің жоспарым, например, ол жерде нақты бір жұмыстың уақыты да бар, бос кеңістік уақыттары да бар, мен өзімнің творчествомды проявлять ете алатын, просто қыдыра алатын, просто дорама көре алатын. Өйткені шектеу ғой бәрі. Мысалы, айналамызға қарап қалсақ та, вот дорама көрме, ананы істеме, бос қыдырма, бос уақытыңды өткізбе. Ал кейбір адамдарға бос уақыт өте қатты, ол адам зәру болуы мүмкін. Әсіресе осындай творчествоға жақын, өнерді жақсы көретін, немесе шығармашылық жағы өте көп адамдар бос кеңістік уақыттарды жақсы көреді. Мен де сондаймын, сол себепті жоспарды өзімнің өміріме, өзімнің қабілеттеріме, өзімнің характеріме сай қылып құратын болдым. Сөйтіп бос қиялдана бермей, әрекетке көшіп, осыдан 5 жыл бұрын осылай блогымды бастап, жалпы менен көп сұрайды, ойбай, үй алғансың, биткенсің, бұл деген бір успех қылып көрсеткім келмейді. Ешқашан мен жаңағыдай блог жүргізіп, бірден миллион тауып ондай болмаған. Жайлап бір 18 мың тауып, сөйтіп услугамды сатқам, жаңағыдай Инстаграм жүргізу деген сияқты сондай услугаларымды. Өйткені ең алғаш күйеуім стоматолог, соның страницасын жүргізіп бастадым, страницасын дамыттым, личный брендін қалыптастырдық. Сол маған қызық болды. 1 жыл бойы күйеуімнің арқасында көлеңкесі сияқты болып жүрдім, соңғы күн жүргізіп. Кейінірек ол жетістікке жетіп бастаған кезде мен түсіндім, өзім көлеңкеде қалып бара жатырмын. Жоқ, маған да мына бір нәрсені көрсету керек сияқты деп басында Инстаграмда не істейтінімді да түсінбедім. Сөйтіп Инстаграмды жүргізіп бастап кеткеннен кейін барып түсінікті болды маған. Мен күйеуімнің осындай нәтижелер деп көрсетіп бастаған кезде, біздің де Инстаграмды жүргізіп берші, бізге де реклама жібертіп берші деген сияқты ұсыныстар келіп, сөйтіп адамдарға услуга саттым, кейінірек ол нәрсеге адамдарды үйреттім. Содан 5 жыл болды адамдарды блог жүргізуге, блогпен кез келген нәрсені сатуға үйретіп келе жатырмын. Және оның бәрі осы секілді көп нәрсеге жоқ дегенім, және де біраз өміріме жаңа бір леп алып келген нәрселерге иә деуден басталды дегім келеді. Кстати, осы жерде бір қысқаша жарнама. Егер сіздерде блог жүргізіп, блогпен жаңағыдай өмірлеріңізді өзгертіп бастағыларыңыз келсе, блог жүргізу арқылы, жалпы блог жүргізу деген психологический проработка ғой, потому что сен блогқа бір нәрсені айтып жеткізу үшін ол нәрсенің түйінін табуың керек іштей да, белгілі бір провалының, белгілі бір жетістігінің баға бересің, ораторлық қабілетің артады. Солай және блог арқылы тауарың болсын, курсын, услугасын, кез келген өнімін, және блог арқылы UGC креатор болып, мысалы, белгілі бір брендтардан бартерге немесе ақылы түрде жарнамалық ұсыныстар алып, солай блогтарыңызды дамытқыларыңыз келсе, тегін сабақ өткіземін. Ол тегін сабаққа тіркелу үшін осы видеоның астындағы сілтемеге өтіп тіркеліп алыңыздар. Ол жерде мен жалпы блогты нөлден бастап жүргізу, қалай табысқа жету, өте көп біліммен бөлісетін боламын, тегін тіркелсеңіздер болады. Ал видеоның соңында айтарым, өмірлеріңізді өзгерту мына жерімізбен жұмыс жасауымыз керек. Фундаментально біздің мышлениеміз толықтай өзгерту керек. Себебі қалтаңдағы өзгергенін қаласаң, мына жеріндегі бірге өзгеру керек. Яғни мен мына жерімді өзгертпеймін, жоқ, менің өзімді белгілі бір қағидаларым бар. Тек қалтамдағы өзгерсін деп ойлайтын болсаң, қателесесің. Себебі сен басқаша ақша табу үшін сен басқаша адамға айналуың керек. Және де видео соңында айтарым, егер сіздерге тағы бір тақырыптар қызық болса, міндетті түрде өздеріңіздің идеяларыңызбен бөлісіңіздер, және де белгілі бір осы видеодан алған түйіндеріңіз болса, видеодағы белгілі бір ақпараттар өміріңізге пайдалануға жарарлық болса, міндетті түрде бөлісіңіздер. Әрбір кері байланыс мен үшін өте маңызды. Барлықтарыңызға рахмет. Всем пока-пока.